Меніңше бар ғой, бір кез келген кішкентай бала шариғаттың ең алғашқы бір әліппелерін, ең алғашқы шарттарын ең алдымен өзінің бір әкесінен, анасынан, немесе бір ата әжесінен үйрену керек деп есептеймін. Ескі замандар түгілі біздің осы бала кезіміз 90-шы жылдарда солай болатын. Мысалға, осы қазір Рамазан айында тұрмыз ғой, бір апамыз дайындаған бір майсөкті жегіміз келіп, немесе бір аршылған алманың қабығын атамыздың алдында отырып жеп деген сияқты бір сәресіге тұрып алатынбыз. Әйтпесе бір түске дейін баламыз ғой бір шал жиып ұйықтасақ та болатын еді. Сол атамыздың алдында отырып, адамдардың неге ауыз бекітіп жатқанын білдік, адамдардың неге аш жүргенін білдік, неге ифтар беріп жатыр, неге адамдар жаңағы ас садақаға барып жатыр деген сияқты сұрақтарымызды қойып, Рамазан айы туралы, жалпы бір дін туралы, ислам туралы бір алғашқы ақпараттарымызды алдық. Осы күні бір аузымызды толтырып айтып жүрген дәстүрлі тәрбие дегеніңіз өзі осы-ақ қой деп ойлаймын. Сосын жаңа ата дегеннен есіме түсіп отыр, осы менің атамның сақалы бар. Сақал десе бір улы жыландай бір ысқырып шыға келетіндер ешқашан бір атасының алдына отырып көрмеген, атасының сақалымен бір ойнап көрмеген кісілер ма деп ойлаймын ше. Өйткені мен үшін сақал деген ешқандай да бір молдамен емес, бір молда соғынып отырған, керісінше бір аталарымен ғана бір ассоциация.